Даярдың жаймасымен жаппасай жасайтын боламыз. Ал кеттік, онда табамызға майымызды құйып, етімізді, пиязымызды, сәбізімізді салып, жақсылап қуырып, картошкамызды саламыз. Одан кейін болгар бұрышынан қызыл, жасыл, чеснок, тұз және де цинказдың томат пастасын қосып, жақсылап араластыратын боласыздар. Осыдан кейін ыстық су құямыз да 1-2 минуттай жай отта қайнататын боласыздар. Осы кезде даярдың өнімдерін алдын ала 15-20 минут бұрын шығарып қоямыз. Осылай еріп дайын тұрады. Одан кейін май жағып 4 бұрыштап кесетін боламыз. Даярдың өнімдері маған қатты ұнады, қолжетімді, және де бала-шағам ауырып қалғанда, аяқ астынан үйге қонақ келгенде енеме өте ыңғайлы екен. Маған қатты ұнады, көбірек заказ беретін боламын келесіде. Сіздер де осылай заказ беріп, өздеріңіз алдын ала жұмыстан келе жатқанда тамақ жасауға кереметтей. Қараңыздар, ешқандай езілген жоқ. Подливтің бетіне салып